بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Өткенде бір өздеріңізбен болған кезде бір Жүсіп сүресін бастаған едік қой. Кішігірім сол Жүсіп сүресінің оқиғасын айтқанбыз, бастапқы аяттарын. Кейін соны бауырларымыз әлеуметтік желіге салған екен. Әлеуметтік желіге салғаннан кейін артынша біраз өтініштер, сұраныстар болып қалды. Сол Жүсіп сүресінің жалғасы болса екен деген. Енді бір жағынан сол өтініштерді де орындағымыз келіп отыр. Екінші жағынан біз оның алдыңғы сабағымыз айтып кеткен сияқты Жүсіп сүресі бір пайғамбардың өмірі. Өмірінде кездесетін көптеген қиыншылықтары, ол қиыншылықтан шыққаны, түбінде тақуалар нәтиже жеткені деген сияқты үлкен бір қисса болатын, одан адамға алатын үлгі өте көп. Және де айтқанымыз, егер уақыт мұсылман адам бір жақсысы Құранды бастан аяқ бір оқып тұру ғой, мағынасын түсініп, тіпті арабша түсіне алмаса да, өзінің тіліне аударылған кітапты алып, қазақшасын алып, оқып отырған болса, бір оқып өткен кезде көп мағлұмат алады, екі оқыған кезде одан да көп нәрсені түсіне бастайды. Яғни ол қиссадан бізге келетін көптеген нәрсе бар. Өйткені Аллах Құран айтқан, олардың қиссаларында үлкен ғибраттар бар деп кеткен еді. Соны біз арға жалғастырсақ деген ойымыз еді. Біз енді өткен сабағымызда жаңағы Жүсіптің ағалары әкесінен оны алдап алып кетіп, кейін құдыққа тастап кеткен жеріне келіп тоқтаған едік. Кешке жақын әкелеріне келіп жылап келеді. Қасқыр жеп қойды, Жүсіпті қасқыр жеп қойды деп. Сол жерден бір ағла жалғастырсақ деп отырмыз. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيسِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. Олар кешке келді, әкелеріне жаңағы Жүсіптің көйлегін алып келген, ода өтірік қан жоғылған дейді. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا. Сонда олардың әкесі Яқуб айтты, жоқ, сенбеді. Сендер бір нәрсені ойластырдыңдар. Фасабрун джамил, сабыр қылу көркем дүние. Валлахул мустаан аля ма тасифун. Аллах Тағала маған жәрдемші сендердің бұл айтқан өтіріктеріңе қарсы деп айтты. Бұл жердегі жаңағы өтірік қанмен де біз өткен сабақта айтып кеткенбіз, Осы жерде бір кішігірім ғалымдарды, енді ғалымдар дегеніміз өз мынандай нәрсені естері қойық. Ілім, әл-илму бит-тааллум дейді ғой, ілім іздеумен келеді. Бірақ беретін Аллах Тағала. Өйткені мысалға бір нәрселер бар, құр оқып, жаттап алып, жеткізуші адам болады. Екінші адам жаттаған нәрсесін түсінетін адам болады. Бұл нағыз ғалымдар негізі. Мысалы алып қараңыздар, сіздерге ғалымның дәрежесін түсіндіріп кету үшін айта кетейік, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам өзінің ағасының баласы, немере ағасының баласы Абдулла ибн Аббасқа бата беріп кетті, дұға жасап. Аллахумма фаққиху фид-дин ва аллимху таъил. Аллах бұған дін ілімінің түсінігін нәсіп ет, және Құран тәпсірін нәсіп ет деп, мағынасын білуді нәсіп ет деп дұға алып кетті. Ол кезде Абдулла ибн Аббас бала етін. Әлі бала етін. Ілім іздеуге кіріскен жоқ етін. Пайғамбарымыздың дұғасы далаға кетпейді. Кейін Абдулла ибн Аббас кәдімгі осы мұсылмандардағы тәпсір мектебі деген бар. Тәпсір мектебінің өзінің басталатын жері бар. Екі үлкен мектеп бар. Біреусі Абдулла ибн Аббастың мектебі, біреусі Абдулла ибн Масудтың мектебі аталады. Абдулла ибн Аббастың мектебі сол жаңағы пайғамбарымыздан бата алып кеткен немере ағасының баласынан басталды. Дәл айтқан сияқты тәпсір ілімінен өте керемет болып шықты. Пайғамбарымыз өмірден өткеннен кейін Омар халиф болып тұрған кезінде қандай да бір мәселені шешу керек болатын болса, сахабаларды жинайтын. Сахабалар болғанда кәдімгі Бәдір соғысына қатысқан мықтыларды жинайтын. Абу Бәкір Сыддықтың тірлігі сондай еді. Ол кезде мен бітті халифпін, мен шешем, қалған тыңдап отыр деген әңгіме емес. Кәдімгі пайғамбарымыздан қалған сүннет бойынша кейбір мәселелерде олар ақылдасатын. Абу Бәкір Сыддық айтқан сияқты, дін анық болатын болса, мен сендермен ақылдасуға мұқтаж болмас едім дейді. Кейбір мәселелерде шынымен де ақылдасу керек болып қалады. Болды, мен білем, аят мынау, хадис мынау емес. Кей кезде ақылдассаң, бір ұғымдар шығады. Енді осы жердегі жаңа ғалым дәрежесін Аллах Тағала ілімді беруші, Аллах Тағала түсінікті беруші, Аллах Тағала дегенге айтайын дегенім. Бір күні Омар разиаллаху анху халифалық тұсында бір кісі үйленеді. Үйленгеннен кейін оның әйелі 6 айдан кейін дүниеге бала келтіреді. Ол күдіктеніп қалады. Әдеттегі әйелдер 9 ай 10 күнде дүниеге бала келтіретін еді.
Бұл үйленгені кеше 6 айдан кейін әйелі дүниеге бала келтіріп отыр. Бұл әйеліне айтады, мынау менің балам емес дейді. Сен маған таза келген жоқсың. Сен маған үйленген кезде бойыңда бала болғанға ұқсайды. Мына бөтен біреудің баласы, айт дейді. Әйел жоқ, сенің балаң дейді. Қалай менің балам 6 айда қалай туып қояды? Біз үйленгеніміз бар болған 6 ай болды. Деп күдіктеніп, сонымен ол әйел туралы арыз айтып, Омар разиаллаху келеді. Омар енді шешу керек. Білесіздер, зинаның жазасы шариғатта өте ауыр. Ол мысалға үйленген кісілер болатын болса, оны таспен ұрып өлтіреді. Жалпы ол, бірақ ол қандай жағдайда, егер куәгерлер бар болған болса, 4 адам көрген болса, жай ғана көрген емес, бір үйге кіріп кеткен. Ол істің болғанын нақты көрген болатын болса. Енді ол нәрсе мүмкін емес нәрсе, білесіздер. Яғни куәгерлер бойынша жаза беру мүмкін емес нәрсе да. Аллах тағала адамның өмірін ойын қылмау үшін қиындатып қойған. Әйтпесе кез көрген адам бір-біріне дұшпандық ретінде анау зина жасады, мынау зина жасады деп бірін-бірін өлтіре беруі мүмкін. Дұшпандықпен. Екінші жолы зинаның анықталуы адам өзі мойындаса. Пайғамбарымыз кезінде сондай әйел кісі болған, Пайғамбар кезінде сондай бір ер кісі болған, Маизатты сахаба, олар кеп өздері мойындаған. Адам 4 рет өзін мойындаса, зина жасаған, онда оғанда жаза қолданылады. Енді зинаны мойындатылмайды, бірақтан мынандай жағдайлар болып қалады. Әйел кісі күйеуі жоқ, бірақ бала пайда болды. Бұл кезде тергеу басталады. Өйткені бала не күйеуінен пайда болар, күйеуі жоқ болса, онда кімнен пайда болады? Бала куәгер болып қалады оның зина жасағанына. Бұның әкесі кім? Кімнен тудың деп, ер кісінті іздестіру басталады. Енді жаңа әйел кісі бала көтеріп тұр. Күйеуі айтады, жоқ, менен болу мүмкін емес, 6 айда туып қойды дейді. Бұл қиын мәселе, өйткені адамның өмірімен байланысты болып тұр. Омар разиаллаху бірден шешім қабылдамайды. Ол сахабаларға ақыл сұрай бастайды. Ешкім ештеңе айтамыз, сонда Абдулла ибн Аббас жігіт кез, әлі жас кез. Соны шақырады. Ол айтады, бұл сенің балаң дейді. Қалай менің балам дейді. Сенің балаң дейді. 6 айда дүниеге нәресте келуі ықтимал. Ол кезде медицина дамыған жоқ қалай. Біз білетіміз бәрі 9 айда келеді ғой. Қалай 6 айда келеді дейді. Құранда дәлел бар дейді. Қандай Құранда дәлел бар дейді. Қараңыз, сонда жас Абдулла ибн Аббастың Аллахтың берген ілімі. Оны ұстаздың алдында үйрену қиын. Қандай 6 айда туады деген аят бар ма да бәрі таң қалады. Үлкен сахабалар бар. 6 айда туады деген аят бар ма дейді. Иә дейді. Келтір онда дейді. Сонда ол кісі Құрандағы аяттар айта бастайды. Бір аятты айтады. Құранда аят бар, білесіңдер, «Вал-валидату юрди'на ауладахунна хауlayni камилайни лиман арада ан ютимма ар-рада'a». Қайсы бір аналар сәбилерін, нәрестелерін толық еміземдейтін болса, 2 жыл емізсін деген аят дейді. Бұл бір дейді. Екінші, «Хамлуху ва фисалуху 30 шахра». Ана мен баланың бір-бірінен ажырауы 30 ай деген аятты келтіреді. Бұл не болыпты дейді. Енді 2 жылда қанша ай бар деп сұрақ қояды. Олар 24 дейді. Енді яқта 30 ай дейді. Алыңдар дейді да 30 айдан 24. Қанша шықты дейді? 6 ай шықты дейді да. Сенің балаң дейді. Бұл уақыт уже адам болып өмірге өмір сүру құқығына ие болады дейді. Таң қалғанда. Бұл нәрсені көрдіңіздер ме? Қалай келеді? Аллах Тағаланың ілім беруі деген бөлек нәрсе. Сол үшін қайсы бір адам мен оқи берсем Алла берем деген нәрсе жоқ. Аллах өзі үйретті. Рабби зидни илман. Аллах ілімімді арттыр деген сөз айтырды. Ілім өміріңді жеңілдетеді. Және білейік бір нәрсе, ілімді дұрыс алмаса, ол тәкаппарлыққа, ілімді алып дауға айналдыруға, динуна сора, дину рудудин деп бір шейх налған сияқты, біздің дінімізге қарап тұрсақ, дініміздің бәрі дау тартыстың дініне ұқсап баратыр дейді. Пәленше шейін түгенше деді, оған ана пәленше шейін жауап берді. Ол мына былай деп жауап берді, ол былай деп жауап берді. Ана бүйтіп сындырып тастады, ол бүйтіп тастады. Дауға айналдырыпты дейді дінді. Бірінші орындағы ең керекті болған пайғамбар Мұхаммед Мұстафа сосын не нәрселерге қатты мән берді? Сол нәрселерге мән беру керек болып қалады. Бұны айтып жатқаным осы тәпсірде ғалымдардың
әр аятты оқып отырып керемет бір нәзік тұстар алып келетін жерлер бар. Сонда мынандай нәрсе келтіреді. Жаңағы ағалар алып кетті. Бірінші сұрайды ғой. Жаңағы бізге осы інімізді бірге жібер, барып ойнайық. Онымен жаңағыдай кішкене сергіп қайтсын. Неге әке бізге сенбейсің деп айтады. Сонда әкесі оларға не деп айтады? Ва ахафу айякулаху зиб. Мен қорқамын қасқыр жеп қояма деп дейді. Ана ағалар білмей тұрған, оны қалай құртатын, өлтіреміз енді. Оны ойлап, бірақ қалай өтірік айтып келіп жолын білмей тұрғанда. Кейін дейді. Өзі қорқып тұрған нәрсесін қасқыр жеп қойды деп айтайық дейді. Сол үшін кейбір ғалымдар кейбір әлсіз адамдардың аузына өтірікті өздеріңіз салып беріп жүрмеңдер дейді. Яғни бұлар сөзді пайдаланып кетті. Сол үшін көбінесе дұшпандардың сондай бір тұстары бар. Мысалға, мықтылар бөрі аштығын білдірмейді деген сияқты, мықтылар еш уақытта әлсіз тұсын көрсетпейді екен да. Әлсіз тұсыңды көрсетсең, дұшпаның тура сол әлсіз тұсынан бастайды да. Біз сені өлтіреміз. Қой, мен шешем жүрек ауырады десең, именно шешеңе барып тиісе бастайды да. Балаңды ортайында батырмыз, үйтені бүйтені шырылдатады. Өйткені сен әлсіз тұсыңды тауып алды. Сол үшін негізі мұсылман адам өзінің әлсіз тұстарын білдірмеген жақсы дейді. Өйткені әлсіз тұстары болмайтын адам болмайды. Одан кейін біреудің аузына өтірікті өзің салып бергендей болмау керек та. Бұлай қылса болады екен ғой деп жол ашып беруге болмайды дейді. Әкесі сол сөзді айтып еді, келді, әкеміз қорқып еді ғой, қасқыр жеп кете ма деп. Қасқыр жеп кетті деп айтайық дейді. Өз қорқынышынан сөйтіп сол сөзді айтып келген екен. Кейін келеді жаңағы көйлекті Жүсіпті болар кейін өлтірмейтін болады. Араларындағы үлкен айтады, қой, олай істемеңдер. Біз оның құдыққа тастап кетейік. Құдық деген сондай нәрсе, керуен ары бері өтетін болса, су үшін осыдан келіп тұрақтайды. Ішінен тауып алса алып кетеді. Ол жыраққа кетеді. Сонымен болды. Біз әкемізді өзіміз қаламыз. Әкеміздің жүзі бізге халис болады. Жүсіп жоқ болған, бізді жақсы көреді, біздің қамымызды ойлайды, бізге өзінің жаңағы ізгілігін жасай бастайды деген ойдай болады. Сөйтіп оны құдыққа тастап, кейін әкелеріне жоқ Жүсіпке сылтау айту үшін көйлегін шешіп алады. Шешіп алады да оған бір қойды сойып, қан көйлектің үстіне жағып, алып келіп жылап келеді да. Көңін дейді ғой, жылаған күйде келеді да, сендіру үшін ғой. Жеп қойды деп келмейді, сендіру үшін өтірік жылайды. Жаңағы ағалары Жүсіптің. Әкесі бірақтан бәрі парасатты адам. Артын білетін адам көйлекті көрген мезетте айтады. Мынау дұрыс емес дейді. Сендер бірдеңені жасырып тұрсыңдар. Сендердің көкіректердің қуысында бір зұлымдық жатыр. Өйткені көйлекте қан бар, бірақ көйлек жыртылмаған. Егер қасқыр жеген болса, ол көйлекті айырып тастайды. Олар қан жұққанда бір жыртылымды көміп кеткен. Біз бұның алдындағы отырысымызда айтқанбыз, әрбір қылмыскер қылмыс жасағаннан кейін міндетті түрде өзінің артында бір із қалдырып кетеді. Қазақта мақал бар ғой, ұрының арты қуыс дейді. Өйткені адам жақсы сөз сөйлеуге, жақсы іс істеу үшін жаратылғанда. Ол күнә іспен күнә істі сөзді сөйлеп күнә істі істей бастаған кезде міндетті түрде қуыстанады. Қуыстанған адам міндетті түрде бір кемшілік жібереді. Сол үшін із кесуші адам мықты болатын болса, орны қалай болса солай істейді. Өйткені ол өзінің істерлігін істеп жатқан жоқ. Ол қылмыс жасап жатыр. Қылмыс жасағаннан кейін ода міндетті түрде ауытқу болады. Ол міндетті түрде алаңдау болады. Ол өзіне келе алмай тұрады. Басының жартысы істемей тұрады. Бір кемшіліктер қалдырады. Бұлар өзінің інісін құдыққа тастата келген кезде қанды құйды апыл-ғұпыл айтамыз деді, бірақ жыртуды ұмытып кетті. Ескермеді. Ал әкелері парасатты адам, баймыр адам айтты, өтірік деді мынау. Бірақ енді ештеңе дей алмайды. Бала жоқ. Алар айтпайды. Жоқ, жылап отыр осындай. Сол кездегі Жақып пайғамбардың айтқан сөзі фасабрун жәмил, сабыр қылу көркем дүние деді. Жәмил деген арабтың тілінде әдемі деген сөз. Бізде кезде қыздардың атын қояды ғой, Жәмила деп. Сол арабтың сөзі. Көрікті, әдемі деген сөзді. Мысақ сабыр қылу жақсы, сабыр қылу сауапты деген бәрі сол дұрыс мағыналы сөздер. Бірақ бұл жерде сабыр қылу көркем деген сөзді айтты.
Бұл жерде күшейтпелі, және де шынымен де сабыр адамды көрікті қылады. Сабырсыз адамнан көрік кетеді. Сабыр адамның сөзіне көрік береді. Сабырсыз болсаң, сенің аузынан түкірік шашырап, сөйлеген сөзінің бір әріпіне соғысып, шашырап, быт шығып кетеді. Сабырсыз адамның 10 отырып, 10 тұруы мүмкін да. Ол сыртқы болмысын жоғалтады. Сабырсыз адам енді ашуланғаннан кейін, оның антонымы ашулану ғой. Қазақта мақал бар, қапа болған адамнан 40 күн ақыл сұрама деп қояды да. Негіз дұрыс айтқан түбі. Шариғатта да келеді, «Ла тахкум анта ғадбан» дейді қазыларға. Қазы ашулан отырған кезде үкім шығаруына болмайды. Адам тағдырын шешеді ғой, мысалы, ұрының қолын шабу керек па, шақпау керек, талақ түсті ме, түспеді ма деген сияқты, зинаның жазасы беріле ме, бермей ма деген сияқты осы мәселелер шешіп отқан кезде қазыларға қойған қағида бар. Ол асықпау керек. Екінші, дәрет қыштап отқан кезде үкім шығаруға болмайды. Ашулан отырған кезде үкім шығаруға болмайды. Ең мықтылар адам ғана, анша-мұнша адамға адам бола алмайды, қазыға мыңнан біреулер жарауы мүмкін да. Өйткені ол үлкен сабырлықты талап ететін, қош деп қол сілтей салатындықты ол жақтырмайтын тірлік болып табылады екен. Сонда бұл сабырлық өте ең керек нәрсе. Сол үшін бұл жерде пайғамбардың айтқаны, қарасаң бала жоғалып жатыр. Ол қандай үлкен қасірет екен баланы жоғалту. Біз жай кітаптан оқып отырмыз. Басымызға түспесін, басқа түскен адам оны біледі. Баласын жоғалтып, пәленбай жыл таппай жүрген адамның жағдайынан көрі, баласының қайтыс болғанын көріп, өз қолымен көмген адам жағдайы жеңіл болады да. Ол бір жыл айтты, көнет балам жоқ дейді. Ал баласын жоғалтқан адам әрбір сәт сайын не болды екен, біреу құлып жұмсап жатыр ма екен, деп әрбір сәт сайын қайғырады. Әрбір сәт сайын қайғыратын болады. Біздің бір бауырымыз бар еді, Құран жаттаған, ол да Мединада оқыған. Білесіздер, қажылық кезінде ояқта миллиондаған адамдар болады. Сол бауырымыз айтады, семьямды алып, қызымды алып, кішкентай келдім, тағы да көлікте отырған бір кісілер бар еді. Сөйтіп машинаны тоқтаттық, миллион адамды ары өтіп жатыр, бері өтіп жатыр. Сөйтіп қызымды бірінші машинаны түсірдім. Одан кейін тағы да бір затты алып түсем, өйтпейтім деп қарасам, қызым жоқ дейді. Түсірген кезде енді ақ киім киіп алған ихрамды адамдар біреудің соны ілесіп кетіп қалыпты дейді. Бір сағаттан кейін ба тапқан. Бірақ бір сағаттың ішіндегі халімді айтып түсіндіре алмаймын дейді. Мен Құран жаттаған адаммын дейді. Бірақ сол бір сағат қызымды жоғалтқан кезде Яқуб, баласын жоғалтқан Яқубтың жағдайын түсіндім дейді. Қандай күй кешкен. Сол үшін Аллах Тағала кей кезде бір адамдарды дінге келу үшін, намаз оқулар үшін, таухид ұстану үшін не деп айтады? О банида, шухуда. Бала шағаңды көз алдында өсіріп жатырмыз ғой дейді. Ол үлкен нығмет екен да. Сен үйіңе келатқан кезде жұмыстан басқа үйіңе оралып, бисмиллах деп үйіңе кіріп, ассалаумағалейкум деп аттап кіргенің, ол сен үшін күнделікті беріліп жатқан үлкен нығмет екен да. Өйткені қияметтің ауыр күні, қиямет білесіздер. Ауыр күн көп сипатымызда. Қиямет күні әке баладан қашады, анадан қашады, мынадан қашады деп көп деген адамдардың шашы ағарып кетеді, кішкентай баланың шашы деген сияқты адамдар не болғанын түсінбей қалады, көк жарылады, жұлдыз төгіледі деген сияқты көп деген сипаттардың біреусі не деп келеді? Олар отбасына орала алмай қалады дейді. Оралуға шамасы келмей қалады дейді. Яғни сенің әйел бала шағаңа келе алам деген ойыңның болуы, ол бір нығмет. Келгенің ол ұлы нығмет екен да. Яғни Аллах Тағала бала шағаңның амандығын естіртсе, көз алдында аман есен өсіп отқан болатын болса, үйге кірген кезде әке деп, ана деп алдыңнан бала шағып шыққан, жүгіріп шыққан болатын болса, бұл адамға Құдайдың осындай нығметтерінен кейін намаз оқиын ба, оқымайын ба, әр уақытқа сыйынуға бола ма, болмай ма деген сөздерді айтуы, онда бұл мал да, бітті. Осындай нығметті түсінбегеннен кейін. Сол үшін бұл жерде ең ауыр нәрсе, ең жақсы көретін баласын жоғалтып отыр. Бірақ сол кезде айтқан сөзі сабырлық көркем дүние деді. Бала емес. Бір 5 теңгесін жоғалтып атса, сабырын жоғалтқан қанша адам бар да? 5 теңге үшін сабырын жоғалтқан қанша адам бар? Болмайтын нәрселер үшін. Жаңа дөңгелек жарылған дөңгелек үшін, сынған кесе үшін қаншалықты нәрсесін айқай-шуға батып, мазасы кетіп атқан, отбасының да өздерінде берекесін қашыртқан қанша адамдар бар. Сол үшін көбінесе айтады, жүйкесі жұқа адам дейді, өзгелердің де жүйкасын жұқартады дейді.
ол өзімен болмайды, басқа зиян бере бастайды. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға өсиет сұрап келген сахабаға пайғамбар не деп жауап берді? Ла тағдап ашуланба деді. Фараддада мираран, ол тағы да өсиет қосыңыз деп ойлады, ол аз деп ойлады да, ашуланбады. Тағы да сұрап еді, пайғамбар айтты, ла тағдап ашуланба деп қайттан қайталады. Өйткені бұл ұлы өсиет. Және кейбір сахаба айтады, ол сахабаның аты негізі белгілі болуы мүмкін дейді. Бірақ ашулану деген қасиет, сабырсыз деген қасиет жақсы қасиетке кірмейтін болғандықтан, ол жерде ол кісінің аты аталмады. Ва жаа ражулун деп келді дейді, бір кісі келді деп айтылды дейді болды. Енді сахабалардың бір-біріне деген құрметі дейді, ізеті дейді. Сол күйінде болған. Енді бұл жерде сондай хабар жеткізгеннен кейін байқап отыр бір нәрсенің дұрыс емес екенін, бірақтан айтқан сөзі сабырлық, көркем нәрсе, Аллах маған жәрдем етуші деп айтты дейді. Енді ары қарай Жүсіптің оқиғасына келеміз. Оны құдыққа тастап кетеді. Жас бала, құдықтың іші салқын, бір тәпсірде келеді, 3 күн жатты дейді. Құдықтың түбінде, салқын жерде, көйлегін шешіп алған, шыға алмайды. 3 күндей жатты дейді. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَى. Сол кезде бір керуен кеп қалды дейді. Негізі ол керуен ол жерден жүру керек емес еді дейді. Ол керуен жолдан келе жатып адасты дейді. Яғни адасу Аллахтың қалауымен. Келді да ол керуен араларында, сол керуенде әр өзінің қызметкерлері болады ғой бір. Ішінде су таситын адамдар бар екен. Барсаң, қарапайым жұмысшылар ғой. Байлар емес. Су алып келдіңдер деп соларды жібереді. Олар барады да су алатындар шелектерін салады дейді. Сол кезде шелек түскен кезде, енді құдықтың түбінде жатқан, қараңғыда жатқан Жүсіп шелекке басып жабысады. Сөйтіп шелекті көтерген кезде ауыр болып көрінеді оларға. Алып шықса, шелекке жабыса бір бала шығып отыр. Қала я бушра хада ғулам. Сонда олар жаңағы шелектен су шығарған адамдар айтты дейді. О, сүйінші, мына баланы қара деп балаға қуанды дейді. Енді қуану себептері әртүрлі. Бірінші себеп, ол кезде егесіз қалған адам болатын болса, оны құл базарға апарып сатып жіберетін болған. Адам товар ретінде. Адам товар ретінде болған кездер бар еді. Уасарруху бида. Енді бұл бала өздерінің баласы болмағаннан кейін, кездесіп тауып кейін, оны жасырды кәдімгі бір базар заттарының қатарында дейді. Жасырып кетті дейді. Wallahu алимун бима я'малун. Олардың істеген Аллах Тағала бәрін біліп тұр дейді. Сонда бұл болатын оқиғаның бәрі Аллахқа хабардар. Бауырларының құдыққа тастағаны, құдықта жатып қалғаны, құдыққа келген шелекті суырбағаны, олардың мәзі бұл баланы алып кеткен, оның бәрін Аллах Тағала біліп тұр дейді. Wa sharahu bi thamanin бақсин дарахима мa'дудатин ва кану фихи миназ захидин. Сөйтіп ол баланы алып келеді, бұлар Мысырға баратқан еді дейді. Жаңағы саудагерлер. Шамнан Мысырға кетіп барған еді. Барып, жаңағы бала ұрлыққа бала болғаннан кейін, өздері дүниесі болғаннан кейін, олар сараңдық жасап, баланың қадірін білместен, олар білмейді кім екен баланы. Ол келешекте пайғамбар болайын деп тұрған бала. Ол пайғамбардың баласы еді. Келді, бақсин деп келеді. Бисаманен бақсин бір құнсыз ақшаға да, бір жерде харам ақшаға, өйткені ұрлықты заттың ақшасы харам, сатып жіберді дейді, дирхемдерге. Дирхам енді сол кездің бір ақшаның қолданысын десе, қазіргіде бар, енді бұны Эмираттағылар әлімге дейін ақшаларын дирхам деп атайды. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Оны сатып алған Мысырдың кімі? Қазынашысы. Вазирул мал деп қояды. Батқанда қаржы министрі да. Бүкіл Ферғауның қол астында ақшасын есептеп беріп отырған адам сатып алды. Және оның бір несі Азизу Мысыр деп аталып кеткен Мысырдың беделді азаматы. Өте беделді болғанда. Сол сатып алады жаңағы баланы. Аларды асық сөзсіз сатып алады. Бұл жаңағы баланы сатып алады. Кейіннен кейін әйеліне кеп айтады. Әйелі Зулейха. Акрими масуаху аса айян фаана. Мына баланы жақсылап тұрып қараш, киіміне, тамағына. Осы бала кейін бізге бір пайда беріп қалар, болмаса біз балаға баламыз деп айтты дейді. Вакадалика макканна ли Юсуфа фил ард. Біз осылай Жүсіпке ол жерде
бір орнықтырдық дейді. Жүсіпті сол жерге орнықтырдық дейді. Аллах тағала жаңағы қазынашының жүрегіне Жүсіпке деген бір сезімдер сап қояды. Осы бала тегін емес дейді да. Анау шелекпен су шығарғандар жай қарапайым адамдар, ол білмеді да. Құнын білмей, әйтеуір тез құтылу керек болды, бір жана ұрлыққа. Бірақ ана қазынаш болған адам ол бәлені біліп тұр да. Мынау тегін бала емес сияқты. Әйтпесе құл көп қой, базарда, дұрыс па? Соны сатып алады. Келіп айтады, мынаның бір пайдасы тиеді бізге дейді. Құл қылып жұмса деп атқан жоқ. Бұны құрметте деп атыр да. Тамағын, киімін, сол үшін Жүсіп өте құрметпен өседі. Аллах тағала өзі панасына алатын кісілерді панасына алады. Аллах тағала Мұса пайғамбардың шешесінің дұғасын далаға қалдырмай, Мұса Фирғауынның қол астында өсіп шықты, дұрыс па? Емізген анасының өзі болды. Тура сол сияқты Аллах тағала Жүсіптің әкесінің дұғасын далаға қалдырып атқан жоқ. Аллах тағала оның жаңағы Фирғауынның қазынашысының жүрегіне оған сезім салып, оны киіндіртіп, тамақтандырып, жағдайын жақсы етіп қояды. وكذلك مكن ليوسف في الأرض. Осылайша біз Жүсіпті ол жерге орнықтырдық. ولنعلمه من تأويل الأحاديث. Кейін оған біз дейді түс жоруды үйреттік дейді. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Расында Аллах тағала өз ісіне үстем, өзінің әмірін орындатушы. Бірақ көп адамдар оны білмейді дейді. Яғни мұсылманшылықта тағдырға иман деген нәрсе бар да. Бұл ең өте күшті нәрсе. Көп адамдар тағдырға иман мәселесінде ақсайды. Қате түсінеді. Аллах тағала дейді, өз қалағанын орындайды дейді. Қалаған орындатуға ешқандай кедергі жоқ. Дұшмандар ойлауы мүмкін, осы адамды құртамыз, үйтеміз, жоямыз деп. Сол үшін Аллах Құранда көп аяттар айтады. Егер сендер Аллахқа иман келтірсеңдер, Құдайдан қорқатын болсаңдар, Аллах тағала сендерді еш уақытта еңбектерін зая кетірмейді дейді. Себептерге ұстанамыз, бірақ негізі тәуекелді ұмытпауымыз керек. Адам баласы. Негізгі нәрсе Аллахтың қолында. Бір адамдардың қолына сәл бір мүмкіндіктер, астамшылықтар берілсе, ол біреуді кемітіп, басқа қылып, қорлағанын бір қорладым, бітірдім деп ойлайды. Бірақ әлі өмір біткен жоқ қой. Кімнің ең соңында қор болатынын Құдай біледі. Дұрыс па? Кімнің қор болатынын Құдай біледі. Шыңғыс хан да кезінде әлі дейін кино түсіріп оған таң қалады да. Қайда бірақ сол Шыңғыс хан? Қызығын көріп отырмын енді, Құдай біледі ар жағынан жағдай не болып жатқанын. Фирғауын әлемді біледі. Қайда ол Фирғауын? Гитлер қайда кешегі? Сталин қайда? Тұқымдары қайда? Сол күйінде әлемді шошытып жатқан бұлардың ешкімге қалған жоқ. Сол үшін адам баласы қолындағы бір сәл нәрсеге алданып қалмау керек та. Қырам, жоям деген сөзден сақ болу керек екен. Адамдардың көбісі өлмейді, Аллахтың қалағаны болады дейді. Адамның емес, Аллахтың қалағаны болады екен. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Енді Жүсіп дейді өзінің күшті қуатты уақытына жеткен кезде. Енді осы күшті ашуддаху деп келеді, күшті қуатты уақытты ғалымдарда тәпсірінде әртүрлі берген. Біреусінде 25 жасы деп келеді. Ондай тәпсір бар. Біреусінде 30 жас деп келетіндер бар. Кейбіреулер 40 жас деп келетін жер бар. Бұлардың әрқайсының өздерінің дәлелдері, өздерінің үкімдері бар. Өйткені адам баласын дүниеге келу үшін менде сәби, нәресте күйде боласын. Кейіннен сенің бойыңда қуатың мен ақылың бірге толса, сол кезде сен күштісің да. Денеңнің қуаты толып, ақылың толмаса, сен күшті емессің. Тіпті қазақта мақал бар, бала күнде адамның күші аяғында болады дейді. Жүгіре береді, шаршамайды. Тайдың мінгені білінбес, баланың жұмсағаны білінбес деген сияқты. Ал енді жігіт күнде адамның күші белінде болады дейді. Қиратамыз, үйтеміз, басып өтеміз, таптап өтеміз деген әңгіме өтеді. Ал адам уже жасы ұлғая бастаған кезде, қартай бастаған кезде, оның күші басына өтеді дейді. Қазір ойланып алайық. Асықпа деп бастайды дейді. Басқа көшеді дейді. Сол кезде мықты болып шығады адам. Тек қана денеге сүйеніп қалмау керек екен. Сол үшін бұл да өте бір қатты қағида. Енді бұл жердегі өзінің күшті уақытына жеткен кезде дейді, біз оған хикмет бердік, ілім бердік дейді. Жүсіпке. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Жақсылық қылушыларды біз осылайша сыйлықпен құрметтейміз дейді Аллах тағала.
Бұл бүкіл адамға қатысты болып тұр. Жүсіп оқиғасының түсуі бірінші пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам үшін. Екен пайғамбарымыз көптеген қиындық көріп жатыр. Осы қиссалар арқылы Аллах Тағала пайғамбарымызды бекемдеп отырған. Ұлы қисса Құранда. Одан кейінгі қисса пайғамбарлардың өмірі. Одан кейінгі қисса сахабалар. Одан кейін табииндар. Онымен қисса тоқтап қалмайды. Қияметтің күніне дейін мұсылмандарды бекемдейтін қисса бола береді. Әркімнің өз ортасына лайықты күйде. Әрбір нәрседе адамдар таңғалып, қуаттанып отырады. Тіпті ақыр заман жақындай бастаған кезде Аллах Тағала мұсылмандарды түстерін шынайы қылып қуаттай бастайды. Сидқу руъятул муъмин дейді. Ақыр заманда мұсылманның түсі шын түстер көре бастайды. Қайғырып, не істерін болмай жатқан кезде түсінде пайғамбар көрінуі мүмкін. Түсінде жәннат көру мүмкін. Түсте дұшпанынан үстем болғаны көрсе, алдыңғы болатын нәрсені көрсетіп қою мүмкін. Түсінде қажылықта жүру мүмкін. Осы күйінде Аллах Тағала бәрібір өзі қолдап отырады. Яғни ол жаңағы қисса арқылы да Аллах Тағала пайғамбарымыз қуаттаған. Және бұл пайғамбарымыздан бөлек бүкіл иман келтірдім деген мұсылмандарға қатысты. Яғни Аллах не деп айтыр? Ва кадалика наджил мухсин, біз осылайша жақсылық қылушыларды жақсы сыйымызбен құрметтейміз деп жатыр. Яғни кім Аллахтан қорықса, ол қорбамайды. Ғалымдардың айтатын сөзі сол. Дұшпаныңның көптігінен қорықпа дейді. Аллахпен байланыстың жоқтығынан қорық дейді. Олардың айтатын сөздері лау кан Аллах маак фаман тахаф. Аллах сенімен бірге болса кімнен қорқасың дейді. Лау кан Аллах алейк фаман таржу. Аллах Тағала егер сенімен бірге болмаса, саған қарсы болса, кімнен үміт етіп жүрсің дейді. Негізгі бұл ұлы қағида. Және сахабалардың кезетін нәрсе, олар бір отырып қалатын болса, кетіп барған кезде арабшаны олар жақсы түсінетін еді ғой. Олар кезде Аср сүресін оқып кетеді екен да. Өйткені нәтиже кімдік екен Аср сүресін айтып қойды. Иман, амал, сабырлық, дағуат, сабырлық. Осы 4 қасиет бойыңнан жоғалмасын, сен жеңіске жетесің деп отыр да. Сен қасіретке ұшырамайсың деген нәрсені еске салып кетіп отыратын маған. Аллах солай айтып отыр. Міне, осындай Құдайдан қорқып жақсылық істеушілерді біз міндетті түрде сыйға, құрметке бөлейміз дейді екен. Енді жігіт уақытысына жетті. Жүсіп өте көркем болды, өте сұлу болды. Оның оқиғасы енді Жүсіптің сұлулығын берсін деп жатады ғой. Осы күйінде қалған өзі қазақта дін күшті кездегі айтатын сөздері Жүсіптің сұлулығын берсін деген сияқты осындай жақсы сөздер айтады, не? Кейін кеңес өкіметінде айтатын сөздері басқаша болып кетті. Жамбылдың жасын берсін, Лениннің басын берсін деп. Ленин басы ұрсын. Енді қарасақ, кейін Жүсіп енді жігіт күйге жетті. Жігіт күйге жеткен кезде өзінің фитнасы бар. Ол кездің фитнасы мынау кәдімгі жақсы көріп қалу, жастармен арасында, қыздардың арасында кесетін фитна. Әсіресе біздің заманымызда бұл фитна өте жаман болып тұр. Пайғамбарымыздың айтқан ақыр заман жақыннан белгісінің бірісі интишар зина дейді, зинаның кең тарайтын заманы дейді. Оны қазір біз куәгер болып отырмыз. Жүсіп ер жетті. Бойы ұзарып, түрі өте көрікті. Зулейха оны күні көрді. Және Зулейха білет, ол оның баласы емес. Асырап алған білет. Оның сұлулығы оны қатты азғыра бастады. Шариғатта кейбір қағидалар біреулер үшін қатты көрінеді, бірақ ол шындап келгенде тәтті қағидалар да. Дұрыс қағидалар. Шариғатта әйел баласына кең көйлек кисін, орамал тақсын дейді. Не болыпты деп шығады. Иә, көп нәрсе осыған кеп тіреліп тұр. Орамал деген жалпы бір әйтеуір не екенін соған келген кезде елдердің бір қылқынып қалатын әдеті бар ма? Апаларымыз тақпаған, әжелеріміз ондай болған, міне. Расында әжелеріміз сондай болған да. Сендер хижап пен орамалды шатастырмаңдар, кимешек деген бөлек. Жарайды, кимешек ки басын. Ең басы әуретін жапса болды. Хижап деген сөздің аудармасы жабу, тұмшалау деген сөз. Орамалмен тұмшалайсың ба? Кимешекпен тұмшалайсың ба? Жоқ, немен тұмшалайсың, бірақтан сен шариғатта әйелдің көрінуге тиіс емес жерлерін жабуын айтамыз.
Жарайды, саған мына орамал алматса, онда кимешек киіп ал, ешқандай. Құдайдың айтқанын істе. Қайда әжелердің кимешегі білесіздер, алқымына дейін көрсетпейді да. Оған дейін көрсете қоймайды. Және ол әжелер деп олардың сөзін айтып жатырмыз. Айтпаса ол кезде жастардың да өздері сондай жамынып жүретін болған. Біріншіден, бұл арабтың киімі емес, Аллахтың бұйрығы екенін естен шығармауымыз керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям 40 жасында пайғамбар болып келген кезде арабтардың ешбір әйелі басын жапқан емес. Тіпті кеудесінің ашық тұратын жерлері болған. Күн әйелдер жалаңбас жүретін болған. Күн әйелдердің кеудесі көрініп жүретін жерлер болған. Пайғамбарымыз келгенше. Арабтардың сол деп айтсаң болады. А мынау Аллахтікі, арабтардікі емес. Аллах тағаладан орамалыңды жабын деген аят келген кезде сахаба әйелдер дайын емес етін оған. Пайғамбар айтқан жоқ, осы бір айдан кейін орамал туралы аят түседі, соған дайындала беріңдер деп пайғамбар айтқан жоқ оларға. Пайғамбар да білген жоқ орамал жабу туралы аят түсетін. Өйткені діннің иесі Аллах тағала, пайғамбар тек қана жеткізуші. Дін ойлап табушы емес. Аят түскен кезде бірақ иман, сахабалардағы иман. Субханаллах, қандай, бір сахабамен бір кісі табиғин отырған кезде айтқан екен дейді, шіркін сендердің орнында біз болсақ қой, пайғамбардың қасында біз сахаба болғанда ғой, біз көмектесетін едік пайғамбарға деп олар айта бастайды. Сол кезде сахаба не деп айтады? Оған айтқаны олай деп айтпа дейді, бізге оңай болған жоқ дейді. Бізге оңай болған жоқ дейді. Аллах тағала пайғамбардың қасына ең мықтыларды таңдаған. Сонда сахаба әйелдерге Құраннан аят түскен кезде оларға жабыну керектігін, бастарын, денелерін, әуреттерін. Оларды дайын орамал болған жоқ. Кім не тапты, сонымен жаба бастады. Сонда аяқтың үйінде жатқан алашалар бар етін. Басып кір қап-қара болып кеткен. Соны бастарына орағанда, аяқ астында жатқан нәрсені Аллахтың бұйрығынан кейін бір күн далаға жалаңбас шықпаймын деп. Бұлардың сол имандары еді. Енді бұл айтып атқанымыз, осы Аллах тағала бір нәрсені бұйырған кезде ол бізге қиыншылық алып келмейді, негізі біздің өміріміздің дұрыс болуын алып келеді. Әйел кісі неғұрлым оңай олжа болған сайын қадірі соғұрлым түседі. Әйелдің қадірі соғұрлым түседі. Өткенде айтып атсыздар ғой. Енді көрген жігіттен айтып атырмын, пусть говорятта болған кезде масқара ғой. Орыстар ұлы халықпыз дейді. Келді ана әйел, алып келді. Бүкіл елдің алдында, жұртшылықтың алдында болған оқиға. Бала туып алған. Әкесіне алимент төлетем деп, әкесі пәленше әкесі төлемей жатыр дейді. Мен емес әкесі дейді. Жоқ, сен қой, мен саған жақындасқан кезде қай уақытта бала қай кезде туды. Менікі емес дейді. Сосын айтты, докторлар, қиын емес қазір деген біз қан алады, не деуші еді? ДНК. Сен балаң ба, сенің балаң ба, білеміз дейді. Жарайды деп жаңағы алып қараса, ана жігітке болмай шығады. Сосын ана журналист айтады, мынау әкесі емес екен ғой. Онда басқа бір жігіт бар шығар дейді. Сосын қыз, онда қайсы болды екен деп ойланып отыр да. Сен 4 жігітті айтты. 4 жігіттен ДНК алып келсе, 4-еуі де болмай шығады. Сосын журналист айтады, енді ақыры ашылатын нәрсе ашылып қалды ғой енді. 4-еудің ар жағында бірдеңе бар шығар дейді. 20-ға жеткен ба жігіттің саны? 20 ма? 20-ға жеткен жігіттің саны. 20-ға жеткен кезде ішінен біреу талып қалғанда, бейшара күнің жорғалы жүрген біреу талып қалған ғой. Соның болып қалды. Ол деген шошып, бұл мен, ол даже жатты деп айтуға тұрмайды ол үшін. Лесінсен арасында здравствуй ғой деген сияқты. Қалай ол деп. Енді ойлаң, бұл ана қыздың өмір бойы үйренген жігіттерін айтып атқан жоқ. Дүниеге нәресте келу үшін, бойға біту үшін қанша уақыт? Бала біткеннен кейін қанша уақыттан біледі ол? Кімнің баласы екен? Жоқ, 9 ай туып қойды ғой. Іші шермейгенде, жатқаннан іші шермей үшін енді бір қанша ол? 3-4 ай. 4 айдың ішінде 24 жігітті шатасып отырды, қайсы екен білмейді әкесі. 4 айда. Бұл не заман? Содан қорқсын, орамал таққан қыздардан емес. Міне осыдан қорқсын. Енді бұл жерде айтып жатқанымыз, бұл жаңа Жүсіптің оқиғасына қатысты болғаннан кейін. Жүсіп өзі ер жетті. Әйтпесе өзі балам деп өсіріп отырғанда,
бірақ бөтен екенін білді. Сонда ол Зүлейха Жүсіпті көріп шыдай алмады. Оның сұлулығын көріп шыдай алмады. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. Қараңыз. Бұл жерде тапсырғанда айтады. Қазынашының әйелі деп айтпаған. Зүлейха деп аты да айта алмаған. Мына бір зинақорлықты ойлаудың жаман күнә екеніне байланысты. Оның атында не деп айтқан дейді? Жүсіп үйінде жүрген әйел қалап қалды дейді да. Атын негізі де жауып тұрып айтып жатыр да. Яғни зинақорлықты жасау емес, ойлаудың өзі әдепсіздік. Мына жердің өзінде кәпір әйелдің зинақорлығы үшін жасырылып жатыр дейді аты. Күйеуінің аты жасырылып жатыр дейді. Бұл мұсылманға мүлдем жат қылық. Зина деген мұсылман үшін өте жат қылық болып табылады екен. Ол Жүсіпті қалады дейді. Енді күйеу бар. Өзі қызық. Еркек адам заңды шәрғи тұрда екінші әйелді некелеп алса, үшінші әйелді некелеп алса, әйел алдында хақысын берсе, дұрыс қараса, еркектің керісінше, бұл нағыз еркек екен деп айта бастайды да. Дұрыс па? Еркекте әйел саны көбейген сайын, және хақысын дұрыс беріп отыратын болса, оның құрметтілік артады. Сосын Абдулла ибн Мас'удтан не деп келеді? Хиярукум аксарукум нисаан дейді. Сендердің жақсыларың әйелдерің көп болғандарың дейді. Дұрыс қарай білсе, хақысын бере білсе. Болмаса ана жаққа бір қонып, мына жаққа бір қонып, қай баласын қаяқта болатқан шаруасы жоқ адамды айтып жатқан жоқ. Осы күйінде ал енді керісінше әйел адамға кісі ауысқан сайын қадірі түсе береді да. Еркектің көтерген сияқты әйелдің әйелдігі төмендей береді. Білесіздер, осы көп әйелдікке байланысты прямой эфирге шақырып, енді мен былай білем, шариғатта бар екен, бірақ мен елге қатты сұңғымда кеп тұрған жоқ, бар екен айтып жатырмын. Өйткені әйел алу үшін бірінші адам Құдайдан қорқу керек қой. Дұрыс па? Ол бір әйел емес, екі әйел қайтады, егер олардың бәрі ішінде көпшілігі зина жасап жүрген болатын болса. Не қадір бар? Сонда бір шал өте жақсы айтты. Мына заң керек деді, шал кісі. Сол айтып отыр, мен қорқып отырмын деді, қазір сендер деді, біреу баратта неке жоқ болғаннан кейін, мемлекетте тіркелмегеннен кейін, ол бәрібір еркек, бір әйелмен барат, ол жаңағы туат, сосын ол әкесі екенін айта алмайды, жасырат, заңы болмағаннан кейін. Ол әйелде жасырат, ол бала туды, тағы біреуге туат, анадан қыз туды, маяқтан бала туды дейді. Қайдан білесіңдер? Туған ағасы мен қарындастар үйленіп жатқан шығар дейді. Шатасып жатқан шығарсыңдар сендер дейді. Қазақта шата дейді ғой, зинадан туған. Шатасып жатқан шығарсыңдар сендер. Быт-шыт болып жатқан шығар деп күйін айтады. Сонда бір әйел кісі тұрып айтты да, ондай болатын болса деп эмоцияға салып, еркектер 4 әйел алатын болса, онда әйелдер де 4 еркек алсын. Қазір бар әйелдер бизнесмен сатып асырай алады. Бір еркек емес, 2 еркекті асырай алатын әйелдер бар. Деп еді, бір кісі айтты да, қайтесің деді. 4 еркек алып асырап деді. Алматыда Сайына деген көшеге тұрсаң, жігіттер өзі-ақ келеді, 4 емес 20 еркегің болады деді. Яғни әйелде еркек болды деген сайын, еркек қасиеті көтерілген сияқты, еркекте әйелі болды деген сияқты. Керісінше әйелде заңсыз еркек көбейген сайын, ол әйелдік қасиетін емес, оның жезөкшелік қасиетін арттырады. Сол күйінде арттырып жібереді екен. Бұл Зүлейханың күйеуі бар. Күйеуі анша-мұнша адам емес. Ферғауынның қаржы министрі. Бүкіл үйім дайындап қойған, киімі, тамағы бәрін жасап жүрген адам ғой. Енді біз білмейміз ғой, маралдың мүйізіне шомыл жүрме, шомылма жүрме. Жағдай бар ғой. Осы күйінде сондай күйеуі бар бәрі, бірақтан жас өзіндегі сатып алған құлдың қатарында жүрген Жүсіпке ғашық болады, оның сұлулығынан. Сөйтіп ол айлаз дейді. Күйеуі бір күні үйінде жоқ кезде Құран айтады: "Ва ғаллақатил абуаб", есіктерді жауып тастады дейді. Араб тілінде құлыптады деген ол не? Ағлақа құлыптады. Бірақ ғаллақа деген ол күшейтпе. Қатты құлыптады. Бірнеше жерден құлыптады. Және абуаб есіктерді деп тұр да. Әбден ойы кеткен, әбден сақтық жасаған,
Жүсіпті оның ойында ештеңке жоқ. Бір бөлмені дайындаған. Енді құл мына жаққа шық, мына жаққа кір, ана жаққа бар деп жұмсап отыр ғой. Сөйтіп келеді де есіктердің бәрін жақсылап тұрып жауып, әдемілеп тұрып өзі киінген, әтірленген, төсекті салған, есікті мықтылап жабады да, уақалад хайдалак Жүсіп кетеді. Ал Жүсіп, мен сенікімін. Баста дейді. Енді burada ешкім жоқ. Бұл үлкен сынақ. Біз өтірген мықтымыз деп ойлай беруіміз мүмкін. Бірақ Аллах не айтқан Құранда? Фалаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху лакунтум минал хасирин. Аллахтың кеңшілігі мен мейірімі болмаса сендерге деген бәрің зиянға ұшырайсыңдар дейді. Валаула фадлу алейкум ва рахматуху латтабану шайтан илля қалила. Аллахтың кеңшілігі мен мейірімі болмаса сендердің көпшілігін шайтанға ересіңдер дейді. Аллах өзінің мейіріміменен мүмкін бір қандай да бір намазымыз, дұғамыз қабыл болып отқан шығар. Аллахқа бір панасының алқасында біз жүрміз. Әйтпесе бұл өте қиын күнә. Бұл күнәдан қайтудың сауабы сондай күшті, қиын күнә болған үшін. Ертең қиямет күні басталған кезде Аллахтың аршының саясында болатын 7 адамның біреусі сондай бір мансапты, көрікті әйел зинаға шақырған кезде инни ахафуллах, Аллахтан қорқам деп бас тартқан кісі дейді. Бұл үлкен иманның жоғарғы дәрежесі. Жүсіп алейхиссаламға осындай сынақ келді, айтты, бүкіл есіктің бәрін жауып, бәрін жасап, ал баста деді. Сонда Жүсіптің аузына шыққан сөз. Қала маазалла, я Алла сақта мен деді. Кән аузу биллахи мина шайтан ражим етеміз, пана сұраймыз ғой. Аллах сенің панаң керек маған. Сақта мен деп бірден Аллахқа сыйынды. Кейін бірінші Аллахта ауыз қалды. Аллахтан жәрдем сұрады. Кейін айтып жатыр да әйелге. Иннаху рабби, қожайын, сенің күйеуің дейді. Ахсана матуая. Кеше мен сатып алған. Мен жағдайым жасады, тамағымды берді, киімім кигізді. Менің қамқор жасаған кезде, енді сол кісі кеткен кезде оның не арына кір келдірем ба дейді. Аллахтың қатысты сөзді айтты, адамға қатысты сөзді айтты. Иманды адамның сөзін айтты, ақылды адамның да сөзін айтты да. Қалай мен құдығынан су ішіп түкіріп кетем дегендей. Жоқ, мен ондай жасамайын деді. Кейін бір ұлы сөзді айтты. Ол сөз Құранда Аллах бізге аят қып жеткізді. Иннаху расында деді, ла юфлиху залимун. Әділетті залым адамдар еш уақытта табысқа жетпейді деді. Еш уақытта бақытты болмайды деді. Бұл қағида. Бұл қатып қалған қағида. Яғни бұл зұлымдық зинада болар, дүниеде болар, ар-намыста болар. Қандай залым адамдар еш уақытта бақытты болмайды деді. Яғни өзгеге зұлымдық істеп жатқан адам. Егер сен көрші отырып, ол көшедегі әйелмен зина істеу ауыр, бірақ көршінің әйелмен зина істеу ол одан да ауыр да. Бірге жүріп, бірге тұрып, күйеуің көрінбей қалды, ол командировкада ма деп, қалай деп тұрсаң, сен бақытсыз боласың деген сөзді аят бойынша. Болды. Ондай залымдар бақытты болмайды дейді. Болды. Құранның аяты бұл қағида. Сол сияқты біреудің дүниесін алып қалай болса пайдаланатын болсаң, аманатқа қиянат қылып. Тура сол сияқты бала шағаның хақысын. Қандай нәрседе қиянат қылдық, зұлым деген сөз өзі. Залымдар деп отыр ғой, бақытқа жетпейді. Фалах деген сөз, бұны алда біз түсіндіргенбіз, е? Фалах сөзін біз қай кезде жиі естиміз? Намаз уақытында. Хайя алал фалах, фалаққа асыңдар. Фалақ деген араб тіліндегі ең ұлы сөз дейді. Бүкіл жақсылықты бойына қамтыған дейді. Бақыт десең сол фалақтың ішінде. Табыс десең сол фалақтың ішінде. Құтылу десең сол фалақтың ішінде дейді. Яғни фалақтың бәрінен қорғалады деген сөз деген залым адам. Ал залымдық деген не? Қазақша аударса әділетсіздік, орынсыз қылық. Құдай мен Аллахтың адамның мен Алла мен адамның арасындағы әділетсіз қылықты айтады. Әділетсіз адам бақытты болмайды еш уақытта.
Сол үшін бұл әділет үлкен сипат. Араб тілінде зұлым дегеніміз бір нәрсені орынсыз жерге қоюды зұлымдық жасады дейді. Зұлымдық үш түрлі болады. Адамның өзімен болған зұлымдығы, мысалы адам темекі шегіп жүр. Ол өзіне зұлымдық қылып жүр. Әділетсіз жасап жүр. Адам мен адам арасында зұлымдық болады. Әйелдің хақысын бермеді, әйел күйеуінің хақысын бермеді. Көршінің хақысын бермеді. Бұл адам мен адам арасындағы зұлымдық. Болмаса біреудің дүниесін тонап алдың. Болмаса бір әйелмен зина жасадың. Бұл адам мен адам арасындағы зұлымдық. Одан кейін Аллах пен адам арасындағы зұлымдық болады, оны ширк деп айтады. Әруаққа, пайғамбарға, періштеге сендің ба? Палшыға бардың ба? Бұл Аллах пен адам арасындағы зұлымдық. Зұлымдықтың бәрінен сақ болуға тырысу керек. Өйткені жаңағы Жүсіп ұлы бір сөз айтты: «Иннаху ла юфлиху залимун». Еш залымдар еш уақытта фалахқа жетпейді, табысқа жетпейді, бақытсыз болады деді. Енді бір-екі аятымен кішкене уақытымызда шектеліп қапты, тиянақтайық. «Валақад хаммад бихи», ол әйел кісі қатты мақсат қылды дейді Жүсіпке жетуді. «Ва хамма биха», Жүсіпте бір ой болды. «Лаула ан ра'a бурхан раббихи», егер Жүсіп дейді Аллах тарапынан бір бурханды көрмегенде, бір белгіні, дәлелді көрмегенде дейді. Аллах Тағала Юсуп алейхиссаламды осы зинаға түсіп кетпеу үшін бір бурхан, белгі көрсетті дейді. Оны тәпсірден көп мағынасы айтылады. Кейбіріне тоқтап өтейік. Бір несі тәпсір ғалымдар айтады, Зулейха дейді, есіктің бәрін жауып, төсекті салып, үстіне жұқа киімді киіп, барып Жүсіпке ұмтылып, мойны асылғысы келерін алдында Жүсіппен ойында ештеңе жоқ қой. Үйде жүрген құл ретінде бір қызметі бар шығар деп кірді, бірақ есіктің бәрін жаман көрді. Сөйтсе, оның үстіндегі жеңіл киімді көреді, сескенеді, не болды екен деп. Және Зулейха, олар енді мушриктер. Үйінде бөлмеде тұрған бір сыйынатын пұты бар екен. Мүсін. Соның үстін бір матамен жауып жатыр дейді. Соны Жүсіп сұрайды: «Не істеп жатсың сен?» дейді. «Менде бір жаман ой болып тұр» дейді. Өзі айтады. Оны жақсы деп отқанда жаман ой болып тұр дейді, біліп тұр да. Кәпір әйел біліп тұр, оның күнә екен. Соны менің құдайымның көргенін қаламаймын дейді. Соны Жүсіп айтты дейді, ішпейтін, жемейтін мынадан ұялып отырсың ба дейді. Аллахтан ұялу керек дейді. Аллахтың көрмейтін, білмейтін жері жоқ дейді. Сен осыдан ұялып отырсың дейді. Шынымен қараңыздаршы, адамдар кейгезе кейбір күнәсі үшін әкесінің, шешесінің, досының, бөтенің алдында ұялады. Ал Аллахтан деген ұят қаяқта? Хадис құдыста солай айтқан: «Истахияйта минан нас» дейді. «Ва хашита минан нас» дейді. «Я ибн Адам», ей адам баласы дейді. Аллах айтады: «Сен адамдардан ұялып жүрсің, адамдардан қорқып жүрсің. Менен ұялатын күн қайда» дейді. Менен қорқатын күн қайда дейді. Ғалымдар айтады: Аллах Тағала дейді, «Ахуанан назирин илайк» дейді. Сені көргендердің ішіндегі ең құрметтісі Аллах болып қалғаннан қорқыңдар дейді. Ол неге? Біреу көретін болды деп, сөзіңді өзіңді түзейсің. Анам көретін болды, балам көретін болды, әйелім көретін болды, досым көретін болды деп дейді. Ал Аллах көретін болды деп өзіңді қашан түзейсің дейді. Аллах көре берсін. Сонда сені көріп тұрған ішіндегі ең құрметтісі Аллах болып қалғаннан қорқыңдар деген екен. Біріншісі осы сөзді айтып дейді, ол оған дәлел болды. Сен мынадан ұялып отырсың ба, Аллахтан ұялу керек деп, Аллах есіне түсіп, ол өзін зинадан сақтады дейді. Біріне де келеді, оның көзіне жаңағы аят көрінді дейді. «Ола тақрабу зина», зинаға жақындамаңдар деген сияқты. Біріне де Жәбірейіл періште оның көзіне әкесінің бейнесінде келіп, бұны жасама деген белгі білдірді дейді. Қалай болса да Аллах Тағала оған бір белгі көрсетіп, оны ол күнәдан құтқарған болатын екен. «Кадалика линасрифа анху суа вал фахша». Осылайша біз одан дейді күнә мен арсыздықты кетіру үшін дейді. Аллах Тағаланың алдында бір шынымен құрметің болса, Аллах сені бір сақтауға тырысады жамандықтан. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа солсын кезінде бір сахаба жағын сындырып алып пайғамбарға келеді. «Я Аллахтың елшісі, бір әйелді көрдім. Шахватым көтерілді. Ойым бұзылды. Не істерін білмей ұмтыла берген кезде көзіме бір көлден тұрған ағаш баған көрінбей қалып, соған соғысып жағым сындырып алдым» дейді. Енді қатты ұмтылған болып тұр ғой. Сонда пайғамбар айтты дейді:
Аллах бірінші сені күнәдан сақтады, и жазасын алдын ала беріп қойды дейді, қияметте жыламау үшін. Енді Аллах бір сақтап қояды. Кезде бізге бір нәрсе жаман көруі мүмкін. Бір істен Аллах Тағала пендесін қорғайды. Керісінше күнәдан құтылу бұл үлкен жетістік болып табылады екен. Күллі яумин ла юсала фиһи фахуа айдун дейді. Қайсы күнің күнәсіз өтсе, сол сен үшін мейрам дейді. Бұл зинаның енді шынымен де өте жаман бір күнә екені айтылып отыр. Білесіздер, Жүрейштің оқиғасына жаңағы бала имам Науаидің кезінде бір патша болады, соның кезінде Жүрейш деген бір үлкен тақуа кісі болады, көп құлшылық ететін, қаланың сыртына балшықтан үй соғып алған, намаз оқиды, дұға қылады, елдің бәрі сыйлайды, патшаға дейін сыйлап кетеді. Өте бір Құдайдан қорқатын тақуа адам екен, дүниеге берілмеген, азынан кешкеннен Құдайдың шаруасымен айналысқан, құлшылығымен айналысқан пенде екенін бәрі біледі. Сөйтіп бір отырыстар әңгіме шығып кетіп, о Жүрейш деген шынымен тақуа, мүлдем осы зинаға бармайды. Вообще ондай туралы ой болмайды бұда деп айтқан кезде, сол жерде бір өте көрікті бір зина құрайын айтады, ей ондай еркек жоқ дейді. Өйткені әркім өзінің деңгейінде ойнайды, дұрыс па? Әркім өзінің деңгейінде ойлайды. Ей, мен сау еркек көрген жоқпын, әйел көрсе қылтаңдамайтын. Любой еркегің азғырылады дейді. Жоқ, сен азғырамайсың дейді. Жоқ, азғырылады деп, сонымен сөзден сөз шығып кетіп, мен оны азғырамын деген ой шығады. Сөйтіп Жүрейштің тұратын жаңағы құлшылық қылатын ғибадатханасының қасына келіп алып, ары жүреді, әтірленіп бер жүреді, неше түрлі сөз айтады, оған не қылады, ана мән бермейді. Еңбегі далаға кетіп баратыр. Ана сөз беріп қойған достарына. Сосын не істеген сояқта жүрген кезде бір қой бағып жүрген біреуді қойшыны көріп қалады. Ана Жүрейшке қыланып, қойшы деген бейшара оның есі танып баратыр. Сосын енді құр далаға еңбек кетпесін деп қойшымен жата салады да. Сөйтіп бала көтеріп қояды. Бала көтергеннен кейін, бірақ осы бала көтерердің алдында мынандай оқиға болады. Бұның бәрі неге кеп тіреледі? Жүрейш бір күні анасы кеп қалады, тура намаз оқып жатқан тұста. Сөйтіп баласын шақырады. Ей балам деп, намазымды жалғастырайын ба, жоқ анама жауап берейін ба, анама жауап берейін деп, сөйтіп білмейді, ойда тұрады. Анасы баласына жете алмағаннан кейін ренжіп кетіп қалады. Келесі жолы қайттан келеді, тура осылай қайталанады. Үшінші мәрте келген кезде анасы ренжіп айтады, Аллах Тағала сенің дейді, жүзіңді жезөкшеге қаратпайынша жаныңды алмасын дейді. Сонда енді негізі ата-ана баласына еш уақытта жаман дұға жасамасын дейді, қалып кетеді дейді ғой. Енді қараңыздаршы, зина жасау бұлай тұрсын, жезөкшенің бетіне қарау уже қарғыс болып тұр да. Жезөкшенің бетіне қарау қарғыс болғанда сол заманда. Қазір адамдар қандай рухани төмендегендің қара. Аллах Құранда зинақор еркек, зинақор әйелге, зинақор әйел, зинақор еркекке, олар мұсылмандарға харам деген аятта айтқанда. Ал қазір қарап тұратын болсақ, енді намазы жоқ адамдардың зина жасағаны есту әдет болып қалды ғой. Бірақ кей кезде намазхандардың ішінде сондай кездесіп қалды деген кезде қатты уайымға түсесің. Әйелдер айтады, күйеуіме не болған білмеймін, насихат айтасыз ба? Екеуміз ұрсамыз. Мен бір жол айттым, мына сен істеп жатқан тірлігіңді достарыңа айтам. Мына істеп жатқан тірлігіңді ілім егелеріне айтам десем, ұрып тастаған кездеріне дейін болды дейді. Бізді бала шағамен ұйықтатып қойып, интернетте отырып алып, неше түрлі қыздармен сөйлесіп алған таңыпты дейді. Не бір жаман нәрселерді қарайды дейді. Бір жігіт ең соңында сол интернеттен жалаңаш қыздардың суретін шығарып алуды хоббиге айналдырған ғой, ең соңында ауырған соншалықты. Әйелі бала шағасы бар. Кәдімгі шын болғанды келген хабарлар айтып отырмын. Ат жөнін айтып отқан жоқпын бірақ сіздерге. Бұның қалай десе, ең соңында айтқан нәрсе айтты дейді. Риза болып менімен тұрамысың, тұр, тұрмаймысың, кете бер. Бірақ мен мына нәрсені тастай алмаймын деп айтты дейді. Қазір не заман болды? Ана діннен алыс Европа мүлдем құрып біткен уже. Европаның қыздары асханадан сәбізбен бадыран көрсе қозып жүрді. Жігіттері үйленбей интернеттің алдында тозып жүрді. Сондай дәрежеге түсіп кетті. Мұсылманшылықтың қаншалықты әлсірегенін көреміз. Сондықтан Жүсіп пайғамбар келіп есіктің бәрін жауып, кім көріп жатыр? Кім біліп жатыр? Айталак, ал Жүсіп, сендікпін. Баста тірлің деген кезде, мәәз Аллах, Аллах есіне түсіп кетті. Алла,
Алла сақта деп айта бастады. Вастабақал баб, есікке қарай қашты, артынан Зүлейха қоса жүгірді, екеуі бірге жүгірді дейді да. Ойлаңыз, қандай бір бөлмеде апыр-топыр жатыр. Бөлме үлкен болған болуы мүмкін. Жүгіру үшін енді кішкентай бөлме жүгіру қиын ғой. Жүгірді дейді, қаддат қамисаху мин дубурин. Сонда әйелдің соншалықты, нәпсісін көтерген соншалықты, Жүсіптің арқасынан кеп көйлегінен жабысқан кезде, Жүсіптің қашқаны соншалықты, енді о кездегі жұқа көйлек киіп жүрмеген шығар. Пайғамбарлар жұқа көйлек кимейді ғой. Көйлегін айырып жіберген арқасынан. Сөйтіп тұрған кезде Алфая сайидаха ладалбаб, үйістіп қашқан есіктің түбіне келген кезде аржағында апыр-топыр қожайында кеп қалған кез екен. Осы жерде бір қызық нәрсе бар. Сәйид деген араб тілінде мырза, қожайын, құрметті деген мағына береді. Өзі құрметті деген мағынада. Сәйидаха, әйел өзінің күйеуін деп айтпайды, заужаха деп. Құрметтісін дейді. Өйткені мысырлықтар қафты деп айтады олар, қафтар. Олар дейді, әйелдері күйеуіне атымен атамайды екен. Қожайыным, мырзам деген сөзбен атайды екен да. Ол кезде мушрик әйелдердің өздері күйеуіне дұрыс атау атап атқанда. Кездесіп қалды дейді. Енді түсінікті ғой. Жүсіптің көйлегі айырылып кеткен, ентігіп тұр. Бөлмеде төсек салынып қойған, әдір несі бұрқырап тұр. Әйел деген жалаңаш киімде ол ентігіп тұр. Енді не ентігіс деп сұрақ туады ғой күйеуінде, дұрыс па? Не мынау? Есі құлыптанған. Осы сұрақ туған кезде әйел қайтадан айласына бастайды. Қалат ма жазау ман арада би ахлика су. Ай, келіп қалғаның қандай жақсы болды. Мына сен болмаған кезде сенің әйеліңнің абыройын төгіп жібересіз мынау. Бұған қандай жаза беру керек сен әйеліңе жамандық ойлаған адамға? Илля ай юс жана, бұны қамау керек, бұны зынданға. Ау азабун алим, болмаса қатты күйзелтетін азап беру керек, дүре соқтыру керек, жазалау керек бұны деп бірінші айта бастады. Жасаған бәрі өзі. Қорыққан бірінші жұдырықтайды деген сияқты. Осы әңгіме айтқаннан кейін уже күйеуі түсінбейді не болған. Сол кезде Жүсіп ақталып қала хияр ауадатни ан нафси. Жоқ, бұл осыны қалап істеген бәрін. Менің қатысым жоқ деген сөз айтады. О шахида шахиду мин ахлиха. Сол кезде жаңағы әйелдің тарапынан бір кісі куәлік етті дейді. Қазынашы білмей тұр. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс. Мына оқиға, бұл қиын оқиға болды. Ферғауынның анау қаржы министрінің әйеліменен бөлмеде екеуі үйінде жоқ кезде мынандай оқиға болып жатыр. Мұнда енді елге тарап кетсе не болады? Кім кінәлі? Кімді жазалаймыз? Жүсіп айтады, мен кінәм жоқ дейді. Әйел айтады, мынау дейді, құртып қоя жаздады, арымды дейді. Сен жоқ кезде. Не істерің кезде, сол кезде бір куәгерлік әйел тарапынан дейді да. Қараңыз. Егер куәгер әйел тарапынан болатын болса, кімге жақтасу керек еді? Әйелге жақтасу керек еді, не? Әйелге жақтасу керек еді, бірақ ол мынандай сөз айтады да. Қазақта мақал бар. Тура биде туған жоқ дейді. Әділ шешім шығаратын адам, әділ сот болатын, әділ қазы болатын адам тура болу керек та. Сөз бұрмаланмау керек. Ойда құлтун фәидилу сөйлесін әділ сөйлеу керек дейді. Жүсіптің ояқта туған туысаны жоқ. Әйел тарапынан бір тәпсірде келеді. Ибну аммиха. Ол дейді жаңағы әйелдің немере ағасының баласы еді дейді. Біреусі уәзір әрқашан қасына ешіп жүретін кеңесшісі еді дейді, ақылдасатын. Сонда ол айтты дейді. Инкана қамисуху қудда мин қубулин, егер Жүсіптің көйлегі алдыңғы жағынан жыртылған болатын болса, фасадақат, әйелің шындықты айтады. Жүсіп оған бір арына кір келтірейін деген екен. Уахуа минал кәдибин, Жүсіп өтірікші онда дейді. Уайынкана қамисуху қудда мин дубирин, егер Жүсіптің көйлегі артынан жыртылған болса, фәкәдәбәт, әйелің өтірік айтады. Уахуа минас садиқин, Жүсіп шындық айтып жатыр дейді. Екен түсінікті? Егер еркек бас саламаса, әйел қорғанып, көйлегін жыртып тастауы мүмкін. Бетін тырнап тастауы мүмкін. Онда артынан жаса, онда еркек қашып жүр, әйел қуалап жүрді. Фаламма раа қамисаху қудда мин дубирин, сонда жаңағы әйелдің күйеуі көрді,
Оның көйлегі артынан жыртылған екен. Қала иннаху мин кайдикун, айтты де, бұл сендердің айлаларың деп айтты дейді әйелге. Инна кайдакун азим, расында сендердің айларың өте орасан болады. Юсуф, ей Жүсіп, аридана хаза, мынадан бас тарт, мына әңгімені ешкімге тісің жарып айтушы болма. Вастағфирли замбик, ал сен деп әйеліне айтты дейді, кешірім сұра күнәң үшін. Иннака кунти минал хатиин, расында сен қателескендердің қатарынан болдың деп айтқан екен. Міне бұл оқиғада біз көріп тұрғанымыз жаңағы бұл қисса өзінше бір үлкен қисса дедік. Оны бір неде аяқтап шығу мүмкін емес. Алла нәсіп тауып отырса да ары тағы да оқып жатармыз. Бірақтан Жүсіптің басынан өткен қаншалықты кішкентай нәресте күйінен басталды. Сырт құдықта болды, оны сатылды. Бір жерге қожайынның қолында өтті, одан кейін ер жетті. Ер жеткен кезде жаңағыдай фитнаға түсті. Соның бәрінде Жүсіп әйтеуір Аллахқа сыйынып жатырды. Шығып келе жатыр. Сол күйінде құрметтеп келе жатыр екен. Аллах Тағала оны омаяттақила жалы махража, кім Құдайдан қорықса шығатын жол тауып береді деген екен. Мына заманда әсіресе енді сөзімізді аяқтап айтатынымыз, мына зинадан барынша Аллахтан пана сұрау керек. Біз Медина қаласында оқып жүрген кезде ұстазымыз бір оқиғаны айтатын еді. Бір қария кісі болған дейді, ұзақ жыл өмір сүрді дейді. Қазір есімде қалмады, 80 деді ма, 90 деді дейді ма. Сонша жылын дейді, 5 уақыт намазын мешітте оқыған екен дейді. Және сол намаздардың бәрін бірінші сапта оқиды екен дейді. Сонда қартайып шал болған кезде сіздің ең көп жасайтын дұғаңыз не деп айтса, Аллах мені зинадан сақташы деп айтамын деп айтады екен дейді. Өмірін өтіп барады, қорқып баратыр да. Өйткені еркектің шахуаты өз өлмейінше өлмейді. Әйелдікі бір уақытта тоқтайды. Еркектің шахуаты өз өлмейінше өлмейді. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа солсам жаңа айтып кеткен, иттақуд дуния ваттақун ниса. Дүниеден қорқыңдар, әйелден қорқыңдар дегенді. Бұл екі фитна сендерден бұрынғыларын талайын құртып кеткен дейді. Сәл қисайып, ойың бұзылып, Аллах саған бала шаға берді. Аллах саған көз алдында оқыған намаз оқып жүрген әйел берді. Арын қорғайтын, барын қорғайтын. Сен отырып аласың да қайдағы бір арзан, құнсыз, интернет арқылы бола ма, телефон арқылы отырып сөйлесесің. Өз құныңды өзің түсіресің, мұсылмандық құныңды. Аллахтың алдында, адамның алдында, семьяң алдында бір күні ойың бұзылады. Себепсіз әйеліңге теріс қарай бастайсың. Қазіргі Европадағы көптеген белсіздікті іздеп жатыр ғой, шошып жатыр. 25 жаста қазір белсіздік болып кеткен. Ар іздеп, бер іздеп немістердің айтқан жауабы қазір дейді, әйел адамдар сондай оңай дейді. Сырттан қарайсың ба денесіне, телевизорден қарайсың ба, компьютерден қарайсың ба дейді. Еркектерге өзінің қойындағы әйелі, некедегі әйелі қызық емес ол дейді. Енді ананың бәрін қарай бергеннен кейін, еркек дейді, еркек болып жаратылғаннан кейін, ол бөтен әйелді көргеннен кейін шахват көтеріледі дейді. Ол бөтен әйел бір дәрежеде бір жетпегеннен кейін қайтадан шахват басылады дейді. Көтеріледі, басылады, мотор күйеді дейді деп айтқан кезде. Сонымен бұл күйінде қиын жағдайға түседі екен. Сол үшін мына заманда Аллах Тағала біздерді, отбасыларымызды шайтанның азғыруынан сақтасын. Осы дүниенің фитнасынан сақтасын, әйелдің фитнасынан сақтасын. Аллах Тағала айтыр, аз ғана ғұмыр ғой. Қанша бармыз деп ойлайсыздар енді. Енді әркім өз өлшемін өзі білетін шығар. Бірақтан көбінесе ойлаймын. Бір жыл өмірім бармай деген кезде айтамын да, өй, мен тегі өзімше шедіреймін ғой, бір жыл деп қоямын да. Құдай білер оны қанша балық екен. Сау адам кете ма, жоғанда ауру адам кете ма, оның бәрі өлшем қойған нәрсе. Бірақтан қалай болса да бізді қатты ойландыратын нәрсе неден өлгенімізде емес, және де қай жерде өлгеніміз емес, қай себеппен емес, кім болып өлгенімізді. Аллахтың алдына барған кезде ұялмайтындай бір иманмен, ұялмайтындай бір амалмен өтуді нәсіп етсін. Өйткені мына заман иманның төмендеп, ақылдың азған заманы. Аллах Тағала баршамызға сондай бір сау ақыл, терең иман, көркем ислам нәсіп етіп, өзімізді әуелде және біздің әке-шешелеріміз, әйел бала шағаларымызды панасына алсын, дүниенің жақсылығына, ақыреттің жақсылығына жеткізіп, тозақтан сақтасын. Субханакаллаху бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука.